Армысыз көрермен, сіздермен Лаура Базарбай және бұл ашық майын подкасты. Бүгін біз сіздердің алдарыңызға өте маңызды тақырыпты көтеру үшін шығып отырмыз. Өздеріңіз білесіздер, қоғам болып даму үшін олдағы ұрпақтың рөлі аса маңызды. Біз барлығымыз бала дейміз, бірақ балағаны өсірген кезде, оны тәрбиелеген кезде қазақта деген бір сөз бар: бала берсең сана бер деген. Ал саналы ұрпақты біз қалай тәрбиелейміз? Саналы ұрпақты тәрбиелеудегі ата-ананың рөлі қандай, ананың рөлі қандай, және мектеп пен қоғамның рөлі қандай? Біз нені дұрыс жасамай жатырмыз, нені басты міндетке алуымыз керек, және басқа да тақырыптар төңірегінде бүгін сөз қозғайтын боламыз. Біздің бүгінгі қонағымыз, мен мынаны оқуым керек шығар, оқып берейін. Педагогика ғылымдарының кандидаты, Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің профессоры, мектепке дейінгі және бастауыш оқыту кафедрасының меңгерушісі, сонымен қоса Ақтөбе облыстық әйелдер істері және отбасы демографиялық саясаты жөніндегі комиссияның облыстық аналар кеңесінің мүшесі. Қош келдіңіз, Гүлшат ханым. Қош көрдік. Таныстыруға да біраз уақыт керек екен, сізді біраз көптеген маңызды істермен айналысатыныңыз көрініп тұр. Бұның және барлығы ұрпақтың қамы деп ойлаймын. Бала мәселесіне қатысты, баланың тәрбиесіне қатысты екені мінекей менің оқыған сіздің лауазымдарыңыздан, жұмыстарыңыздан ақ белгілі. Енді дәл осындай күні, дәл осындай маңызды тақырыпқа сөз сөйлесем екен, пікір білдірсем екен деп келгеніңіз үшін алдымен рахмет айтамыз. Қош келдіңіз. Күніміз сәтті өтсін және подкастымыз пайдалы болсын деймін. Әмин. Рахмет шақыртуларыңызға. Бұл сіз айтып отырған тақырып өте күрделі тақырып. Ғылымда да өте күрмеуі, шешілуде, әлі де болса зерттеуді қажет ететін мәселелерді қамтитын педагогикалық тұрғыдан алып қарағанда, ал қоғамдық күнделікті өзіміздің әлеуметтік өмірі жағдайынан алып қарағанда да күн тәртібінен түспейтін мәселе ғой. Сәттілік тілеймін. Рахмет. Жалпы енді бұл тақырыпты біздің алуымыздың өзінде де үлкен мән бар. Қазір бұрын үштік, қалай деді, одақ бар. Үштік одақ деген бір ұғым болды, Жалпы қазір осы ұғымға сәл әлсіреп бара жатқан сияқты ма деген менің ойым бар. Өйткені қазір ата-аналар барлық жауапкершілікті мектепке артқысы келеді, мектеп ата-аналар араласпайды деп тағы дабыл қағуда. Осы екі ортада кім запас шегеді? Әрине ол бала. Өйткені бала мектеппен ата-ананың ортақ тәрбиесі және ортақ келісімі арқылы жүзеге асатын жоба деп айтуға болатын шығар. Оны тұлға етіп тәрбиелеу үшін еңбектенеміз, демек жоба деп бір мағынасы келетін түрде айтуға болатын сияқты. Бүгінгі осы үштік одақтың күші қандай, әлсіреп бара жатыр ма, қандай проблемалары бар? Осыдан бастайық, әрі қарай осы тақырыпқа байланысты жалғастыратын боламыз. Жақсы. Бұл тәрбиенің тірегі отбасы дейміз ғой. Бала шыр етіп дүниеге келген сәтінен оның тұлғалық сапаларының қалыптасуы, сол тұлғалық болмысының берік іргетасын қалайтын кім? Ең бірінші ол ата-ана. Қазақ ұғымындағы тал бесіктен жер бесікке дейінгі аралықта адамның бүкіл болмысын қалыптастыратын, оның өмірге деген құлшынысын, алғашқы қадамын бәріне бағыттайтын ең бірінші ата-ана. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, үштік одақ мәселесі, педагогика ғылымында бұл бұрыннан бар мәселе. Жалпы осы үштік одақ мәселесі әр кезеңдерде енді күн тәртібінен түскен жоқ негізінен. Жалпы қоғамдық тұрғыдан алып қарағанда да адам қазіргі, біз айтып жатырмыз ғой, адам капиталын дайындау деп. Біз мынау педагогикалық жүйеде, әлеуметтік педагогикалық жүйеде де мынау жасап шығаратын, сіз жаңа жоба деп айтып жатырсыз ғой, өніміміз не нәрсе болады? Ол біздер телефон шығармаймыз, техникалық құрал шығармаймыз, біз адамды тәрбиелейміз. Қазақ халқы айтады: Құдайым бала берсең сана бер дейді. Ал сана бұл тек қана адам баласына ғана тән қасиет. Бұл саналықты Алла тағаладан адам болмысы болып жаратылғаннан балада болғанмен оны тәрбиелеу керек. Менің қазір осы сізбен пікірлесу барысында есіме оралып отыр, Мұхтар Арын дейтін педагог болды. Біздің университетіміздің бір кездердегі ректор қызметін атқарған, осы қазақ қоғамының тәй-тәй бар тұрған алғашқы мынау егемендік алған жылдарда ұлттық тәрбие мәселесін көтерген педагогтың бірі еді. Бұл кісі айтады: тәрбие деген тәңір бар деп.
Тәңірдің қолынан келмейтін еш нәрсе жоқ дейміз. Олай болатын болса, осы тәрбиенің негізі тірегі ол отбасы. Алтын ұя баланың жүрегіне жылылықты да, баланың жүрегіне мейірімді де беретін аямай, оған өмірлік алғашқы ақыл кеңесті беретін де отбасындағы ата-ана. Енді сөзіңіздің жаны бар. Мынау осы үштік одақ арасындағы мәселе қазіргі күнде қалай қаралып жатыр, не айтылып жатыр, осал тұсы бар ма жоқ па деген сұрақ бізді де ойландырады. Жалпы кез келген ата-ананы да ойландыратын, бүкіл қоғамды ойландырып отырған мәселе деп айтсам, артық айтқандық болмайтын шығар. Өйткені мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев осы біздің 2025-2026 оқу жылы басталды ғой. Сонда тамыз конференциясында ұстаздардың тамыз конференциясына қатысып, өзі пленарлық мәжілісте сөз сөйледі. Енді бұл жерде о кісінің пайымында ең бірінші мына бала тәрбиесінің өзекті екендігін, орын алып отырған дағдарыстар мәселесін жоюдағы әсіресе отбасы, мектеп және қоғам болып бірлесе әрекет ету мәселесін. Жаңа біздер үштік одақта бала, мектеп, ата-ана дейтін едік қой. Бұның ауқымының тәрбие мәселесіне қоғамның назарын аудару мәселесін алға тартып отыр. Демек, проблема бар. Өзекті мәселенің бірі, мына бүгінгі таңда біздер дағдарыстар қатарында жақсы егемендігімізді алғаннан бермен қарта өзіміз көз жүгіртіп қарайтын болсақ, жағдайымыз былайша мынау Орта Азия елдерімен де салыстырып қарағанда, басқа мемлекеттермен салыстырып қарағанда, тіл көзіміз тасқа, Қазақстанымыздың жағдайы шүкір. Саяси, мәдени тұрақтылық, әлеуметтік жағдай, енді сонымен бірге мынау ұрпақ тәрбиесінде оның білім алуына жасалып жатқан, жан жақты дамуына жасалып жатырған қоғамдағы жағдайлар біраз ілгеріледі. Зәулім үйлерді салдық, небір керемет орталықтар бар. Білім беру орталықтары, балаларды қосымша дамыту орталықтары, қосымша білім беру орталықтары деген секілді жүйелерді дамытып келе жатырмыз. Енді тәрбие мәселесінде біздер кім кінәлі, кім басымдық алуы керек деген сұрақты тәрбиенің таразысына салып қойдық қазіргі таңда. Енді таразының басын тең ұстау үшін біздер кімнің кінәлі екендігін, кім басымдық рөл атқаратынын іздемей, мемлекет басшысы айтқандай, қоғам болып тұтас, мектеп пен ата-ана бірлесе отырып, яғни отбасы институтының жүйесінің арасындағы сабақтастықты сақтай отырып, адам капиталын қалыптастыру. Қандай адамды қалыптастырамыз? Ол бүгінгі әділетті Қазақстан құру жағдайындағы адал азамат тұлғасын қалыптастыру мәселесі өзекті болып отыр. Әрине, тәрбие десе, біздер тәрбиенің тал бесігі де осы отбасы деп айтамыз. Өйткені бала шыр етіп дүниеге келген сәтінен көретін ең бірінші тұлғасы әрине анасы, әкесі және сол отбасындағы туыстары. Енді қазақ ұғымында біздер отбасын ерекше айтамыз, қара шаңырақ дейміз. Отбасы бұл тек қана баланың мынау материалдық қажеттілігін, күнделікті пендешілік қажеттілігін өтейтін жер емес. Ол ең бірінші рухани тұрғыда баланың бойына дән салатын тәрбиенің тұлға болып қалыптасуы, яғни халық педагогикасының тілімен айтсақ, 8 қырлы, 1 сырлы азамат тұлғасын қалыптастыру үшін ата-ана жауапкершілікті алу керек. Менің пайымымда да жалпы мынау біздің тәрбие тәжірибесінің ғасырлар бойы көрсетіп отырған нәтижесі де сол. Біздің ата-бабаларымыз не деді? Әкеге қарап ұл өсет, анаға қарап қыз өсет деді. Яғни тәрбие тал бесіктен басталады деп те ескертіп кетті. Ал енді бұл қағиданы біз бұза алмаймыз ғой. Осыны әрбір ата-ана ескеру керек. Ең бірінші бала ол әрине мемлекеттің, адам мемлекеттің байлығы дейміз. Бірақ әрбір отбасы сол мемлекет ішіндегі шағын мемлекет. Отбасы институты дейтін болсақ, ол өзіндік жүйесі бар, өзіндік қағидаттары бар, басқаратын өзіндік парламенттік жүйесі бар. Әкеге бағыну, анаға деген құрмет, ата әже тәрбиесі деген секілді
тәрбиенің дәстүрлі жүйесі мектебі қалыптасқан одақ. Әрине біз мынау қоғамдық тұрғыдан алып қарасақ, неке туралы заңда да, біздің Қазақстан Республикасының ата заңында да, конституциямызда да отбасына жақсы түсінік берілген. Яғни отбасы бұл некелік қатынастан бастау алатын туыстық адамдар тобын біріктіреді. Және ол тек қана ол біріктіріп қана қоймайды, ол міндеттейді баланы ұрпақтар сабақтастығын сақтау, жаңа өзіңіз айтып отырған ұрпақ алдындағы тәрбиеге жауапкершілік, және баланың таңдауымен оның жаңағы қызығушылығын есепке ала отырып, баланың тұлға болып қалыптасуын басқару мәселесі. Демек, бұл жерде ең күш бастап тұрған тәрбиенің тірегі отбасы деп батыл түрде айтуға болады. Ал әрине білім беру мекемелерінен бұл біздің айтып отырған пікіріміз жауапкершілікті алып тастайды деген сөз емес. Мектеп те баланың екінші алтын ұясы. Қазір өзімізде алып қарайықшы, біз осындай тұлға болып қалыптасуымыз үшін тек қана бірінші жаратушыге, екінші ата-анамыз, одан кейінгі орында біз ұстазымызды еске аламыз. Бала ойнағанда да ең алғашқы өміріндегі роль, көбіне қыз балалар, біз ұстаз болып ойнаймыз. Ұстаздың тілінде сөйлейміз, ұстаздың әрекетін қайталаймыз. Демек, ұстаз да бала өмірінің айнасы. Және ата-ана да осыны ескеру керек. Осы балада бәрі бар, бүкіл жағдайын жасап жатырмыз, осы балаға не жетпейді, осындай болып қайдан шықты деген сұрақ қойып жатады кейде баласының іс-әрекетіне, мінез-құлқына көңілі толмаған ата-ана. Ал адам өзінің баласын, ұрпағын тәрбиелеу үшін алдымен тәрбиені өзінен бастау керек дер едім. Ұстаз ретінде де, жалпы енді өмірде де анамыз, әйеліміз, тәрбие оңай процесс емес. Оны басқару, ол туралы әңгіме айту бір басқа, оны күнделікті өмірде жүзеге асыру екінші бір күрделі мәселе. Теория мен практиканы сабақтастыру. Мысалға біздің ата-бабаларымыздың да өзіндік ешқандай қағазға жазылмаса да ананың сүтімен, әкенің қанымен санамызға сіңірілген қағидаттар бар. Біз оны бұлшытпай орындаймыз. Өйткені оны біз әже мектебі арқылы, ана мектебі, әке мектебі арқылы санамызға сіңіріп, бүгінгі өзіміздің күнделікті өмірімізде негізге аламыз. Енді жаңа айттық қой, бір үштік одақта қазір мәселе бар деп, ол мәселе ата-ананың мектептің жұмыстарына араласпауы деген сияқты. Сонымен қоса мен әлеуметтік желілерде әртүрлі пікірлер оқимын, сол кезде мұғалімдер, әсіресе жас мұғалімдер шырқағып жатады. Қазір мұғалімдердің ата-ананың алдында абыройы жоқ. Яғни мен өзімде бір мынандай қызық нәрсені байқадым. Қазір мұғалімдер жиналысқа, ата-аналар жиналысына шақыру үшін ата-аналар жиналысының өзін кәдімгі бір шара қылып ұйымдастырады ғой. Неше түрлі бір тәттілерді жасайды, қағаздарды қояды, бір әспеттеп, әдемілеп, кәдімгі ата-аналар жиналысын жасап, сенің балаң осы жағынан үлгермей жатыр, мынаны үлгермей бүйтіп жатырмыз деп айту үшін ата-аналарды қазір алдап шақыру керек болып тұрған сияқты маған. Жалпы осы жерде қазір ата-аналардың көзінше мұғалімдердің авторитеті дейміз ғой, төмендеп бара жатқан жоқ па? Енді сіз бұрыннан келе жатқан педагог ретінде бұған не айтасыз? Сіз бұрынғы миллениалдар, біздерді оқыттыңыз, қазір зумерлерді де оқытып жатырсыздар, былай айтқанда. Не бар ма? Айырмашылық бар ма? Проблема шынымен де өзекті ма? Жоқ, әлде бұны әлеуметтік желілерде жай ғана отын өршітіп көрсетеді ма? Жоқ, айтады ғой. Ауруын жасырған өледі деп. Бұл проблеманың бар екендігі жасырын емес. Бұл проблема егерде жоқ болса, мемлекет басшысы да өзінің әр жылдардағы Қазақстан халқына жолдауларында ұрпақ тәрбиесіне мынау ана проблемасы, бала тағдыр проблемасын көтермегенде болар ма еді? Мысалға, елдегі толып жатырған проблемалар көп қой, экономикалық мәселелер бар, ішкі саясатты, сыртқы саясатты жүзеге асыру. Ал енді педагогикалық жүйедегі жаңағы үштік одақ арасындағы қарым-қатынастың әлсіреуі бір сонау мынау егемендіктің алғашқы жылдарында кішкене біздерде елдегі экономикалық жағдай, дағдарыстар да өзінің бір ызғарын салып кеткен секілді деп ойлаймын. Біздің оқыған кеңестік жүйедегі тәрбиенің идеологиясы, мақсаты, міндеттері алдына қойылған, ол мүлдем басқаша сипатта болды. Бірақ ол жүйенің де, ол педагогикалық жүйенің де өзіндік бір жақсы қол жеткізген жетістіктері де болды, және кемшілік тұстары да болды. Ал
Енді қазір біздің тақырыбымызға қатысты оның ара жігін ажыратып жатпай-ақ қояйық, бірақ бүгінгі таңдағы проблемада қандай мәселелер алға қойылып отыр дегенде, көпшілік ата-аналар, жаңа сіз өзіңіз кіріспе сөзінде де айтып өткенде, осы подкасттың мектепке ысырып салу, я болмаса мынау қазір баланың күн ұзағына бос уақытын ұйымдастыруда қосымша білім беру мекемелеріне апарып, я болмаса жекеменшік мектептерге таңның атысынан күннің батысына дейінгі, өзі қызметтен босап келгенге дейінгі аралықта баланың тағдырын ұстаздарға артып тастау, қоғамға артып тастау. Кешкі уақытта бір азғантай ғана уақыт мысалға отбасындағы қарым-қатынасқа қалады. Ал сол қалған азғантай уақыттың өзін ата-ана қалай пайдаланып жатыр? Мектеп пен ата-ананың арасындағы сабақтастық шынайы сипатта ма? Шынымен баласына жаны ашып, жаңағы осы ата-аналар жиналысынан қалмайыншы, қолымнан келгенше ұстазға қолдау жасайыншы деудің орнына кейде біздің ата-аналарымыз ұстаздарға мін тағып, педагогикалық жүйеден бір кемшілік тұстарын көріп қалғысы келіп, сондай әрекеттерге барып жатады. Қазір мынау әлеуметтік желі дейміз ғой, небір мынау телефонның да қазір тыйым салынып жатыр, бірақ дегенмен де осы телефонның өзі арқылы түсірілген небір озбырлық әрекеттерді көріп жатамыз. Өкінішті әрине. Кезінде Мағжан Жұмабаев ұлы педагог айтқан екен, мынау 6 алаштың баласының басы қосылса, төрде орын ұстаздікі деп. Ал білім беру жүйесінің негізін қалаған осы қазақ даласындағы білім реформасын жасаған тұңғыш педагог Алтынсарин мектептің жүрегі ұстаз деген екен. Сол айтылған қағидаттар бүгінде неге ата-аналардың тарапынан ескерілмейді? Біздің қоғам бұл тұрғыдан алып қарағанда мемлекетіміз біраз қолдаулар жасады. Әлеуметтік тұрғыдан педагогтардың жағдайын жақсарту мәселесінде жалақыны көтеру, педагог статусын қоғамда беделін арттыру мақсатында арнайы заң қабылдады. Өкінішке орай ата-аналар тарапынан, кейде барлық ата-ана деп айтуға болмайды, бірақ арагідік кейбір ата-аналар тарапынан осындай баланың бойында қандай да бір мінез құлықтағы ауытқушылықты, орындалған келеңсіз жайттарды бәрін мектептен көретін бір әдетті дағдыға айналдырып алды. Енді бұл тұрғыдан алып қарағанда әрине жас маман педагогтар қорқынышпен қарайды кейде. Алған мамандығына бармай жататын тұстары да бар. Бірақ енді мен жаңа мектепке дейінгі және бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі білім бағдарламасы бойынша жұмыс жүргіземіз. Біздің мамандарымыз өте сұранысқа ие, жақсы қызметке орналасу 80%-ға дейін қамтамасыз етіледі. Біздер енді 80%-дан жоғары деп айтамыз, енді кейбір арагідік тұрмыс құрып, жүктілік жағдайына байланысты, тағы басқа да әлеуметтік жағдайларға байланысты босатылатын тұстары бар қызметке орналасуда. Енді педагогтардың, бірақ біздер енді дәрістердің барысында пікір алысамыз ғой. Мектеп пен университет арасында маман кадрлар дайындауда бізде сабақтастық өте жақсы жолға қойылған. Мектептегі жағдайларды біздер көру арқылы, проблемаларды көру арқылы болашақ маман неге дайын болу керек, қандай кәсіби құзыреттіліктерге ие болу керек деген тұстарында біздер барымызша білім бағдарламаларын жетілдіру үшін әрекет етеміз. Әр жылдарда бұл арнайы ұлттық жаңағы реестрге енгізіледі білім бағдарламасы, сараптамадан өткен. Ішкі және сыртқы сараптамалардан өту арқылы бұл тұрғыда кәсіби тұрғыдан біздің заманауи тұрғыдан заманның қоғамның талабына сәйкесті педагогикалық, психологиялық білімдермен мамандар қаруланып барады. Бірақ көкейдегі қорқыныштарын жасырмайды жас мамандар. Айтады, өйткені біздің қорқынышымыз көбіне мына қоғамдағы бала тәрбиесіндегі ата-ананың көзқарасы дейді. Кемшілікті бізден іздеп тұрады. Болмаса қандай да бір балалардың арасындағы кішкентай бала болғасын енді қақтығыстар болып қалады, келіспеушіліктер болып қалады ғой. Сондай жағдайларда да кім кінәлі, ұстаз кінәлі деп қарайтын ата-аналар кездеседі дейді. Ал кейбір тұстарда осы ұрпақ тәрбиесіне, мектептің беделіне, соған сәйкес осы жанын беріп жұмыс істейтін ата-аналарымыз өте жақсы бар деп те айта алатын ескертулер бар. Енді біздің ата-аналарымыз қазір зәулім үй салып үйренді. Біздің қазір Қазақстанның жағдайы жаңа жақсы деп айтып жатырмыз ғой. Осы бұрын болмаған керемет, қабат-қабат керемет зәулім биік үйлер салынды.
оның іші небір дүниеге толды. Ал енді соның бәрін үйренген ата-ана бала тәрбиесінде оның заңдылығын, өзіміздің ата-бабамыздан ғасырлар бойы келе жатқан тәрбиенің дәстүрлерін бұзып алғаны жасырын емес. Мынау батыстық жаңағы әлем елдерінің мәдениетін меңгереміз дейміз ғой, бірақ батыстағы дүниенің бәрін көшіре салу ол қателіктерге де ұрындырады. Сондықтан мынау біздің заңымызда да жазылған жалпы адамзаттық құндылықтармен бірге ұлттық құндылықтар негізінде ұрпақ тәрбиесін жүзеге асыру деп. Жалпы адамзат дүниесіндегі озық дүниені әкелуіміз керекпіз. Ал соны әкелгенде өте сақтанатын да тұстарымыз бар. Мысалға, біздің қарапайым әке мен ананың арасында қарым-қатынас. Қазір қоғамдағы үлкен мәселе әйел баласына, яғни нәзік жандыларға, балаларға жасалып жатқан зорлық-зомбылықтар қаншама отбасы тарапынан. Я болмаса кейде ата-аналардың тарапында былай бар екен. Мысалға, ұстаздарымыз осындай кемшілік айтып, баланың тәрбиесіне тура қатысты ескертулер айтып жатса, мен айналыспаймын, бала тәрбиесімен әкесі айналысады. Сіз әкесіне звондаңыз, телефон шалыңыз деп айтады екен. Бұл қандай ана айтады бұндай сөзді? Бұл сонда тәрбиенің таразысын тең ұстау мәселесін айтатын болсақ, әке де, ана да, әке ол түздің адам ретінде, әке асыраушы, әке қамқоршы дейміз. Әкенің әрбір айтқан ақыл кеңесін алады, бала өсет, өнет. Ал ана дейтін мейірімділіктің дәнін себетін, баланы махаббатқа, адаммен қарым-қатынаста, мынау әдептің әліппесін үйрететін ана емес пе? Сондықтан бұндай ажырату мүлдем біздің қазақ қоғамына, жалпы адамзат қоғамына жат дүние. Осыны ата-аналар ескеру керек. Тәрбиенің шекарасын бөлуге болмайды. Мемлекеттің басшысының өзі айтып отыр. Мемлекеттің өзінің басты құзырында болу керек. Мемлекеттің өзі отбасы институты мен мектеппен тығыз байланыста жұмыс жасағанда ғана бала тәрбиесінде жақсы нәтижеге жетеміз деп айтып отыр. Өйткені қанша жерден білім берсең де тәрбиесі берілген білім адамзаттан қашшауы дейді ғой. Демек осы жерде тәрбие өте маңызды. Өйткені неге? Қазір бала, мысалы менің балам биыл 1-ші классқа барды. Зейіні тұрақсыз, айтқанды түсінбейтін, бір орында отыра алмайтын балалар өте көп. Бұның барлығы мен ойлаймын, енді мінеге партаға енді ғана ұстаздың алдына келді, бірақ оған дейін ол дайындалу керек еді. Осы жерде ата-ана баланы мектепке қалай дайындау керек? Осы жерде жаңағы ұлттық құндылықтарымызды қалай қосуымыз керек? Ұлттық тәрбие дегеніміз не дегенді аша аламыз ба? Кеше мен Бауыржан Әзілхан Нұршайықовтың Бауыржан момышұлы туралы ақиқат пен аңызын естіп, бір сөзге қатты ойланып қалдым. Біз ұлттық құндылық, ұлттық дәстүр дегенді өзіміздің ұлттық рәсімдермен шатастырып алған сияқтымыз. Мысалы, соның ішінде қырқынан шығару, той болса үйлену, тағы да сол сияқты бір ұлттық дәстүрлер бар ғой. Ал біздің ұлттық құндылық дегеніміз бар екен. Ол жаңағы ата-ананы сыйлау, әкенің үйдегі биік тұруы, үлкенді құрметтеу, кішіге ізет көрсету деген ол да біздің қазақтың қанына сіңіп кеткен құндылықтар екен. Біз ұмытып кетіппіз. Біз дәстүр дегеннің барлығын тек қана жаңағы бір белгілі бір рәсімдермен ғана сақтап қойыппыз да. Енді осы жерде жаңағы өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды негізге ала отырып баланы қалай тәрбиелеу керек, мектепке қалай дайындау керек? Өйткені сіз өзіңізде мектепке дейінгі және бастауыш оқыту кафедрасының меңгерушісі ретінде осыған не айтасыз? Қалай дайындаймыз баланы? Енді мен студенттерге де лекция оқимын ғой, педагогика саласынан. Сонда айтам: құрметті болашақ менің әріптестерім, тәрбиеде дайын формула жоқ. Тәрбие қарама-қайшылыққа толы, өте күрделі процесс бұл. Қоғамдық та, педагогикалық тұрғыдан алып қарағанда да. Дәрігер іш ауырса, тіс ауырса, мына дәріні ішіңіз, жазылып кетесіз деп бізге рецепт береді дайын. Біз ол дәріні қабылдау арқылы организмімізге тыныштық, яғни жайлылық сыйлай аламыз. Ал жаңа сіз айтып отырған балалардың түрлі мінезді, девиантты мінез құлықтың иелері бар, гипербелсенді балалар бар, яғни туа біткен баланың бойындағы бір ерекше қасиеттер болады, сапалар болады. Енді бұның бәрін алып қарағанда ең бірінші ата-ана педагогикалық, психологиялық тұрғыдан сауатты болу керек.
жаңа сөзімді бастадым ғой, жаңағы дайын рецепт жоқ деп. Ал мен сіздерге айта алмаймын қазір. Сіз балаңызды былай таңертеңнен көзін ашып ұйықтан тұрған сәттен бастап сағат 8-ге дейін былай тәрбиелеңіз, 8-ден 10-ға дейін былай тәрбиелеңіз, түскі айта мектепке жібере салыңыз, одан кейін қабылдап мектептен алып келгеннен кейін былай тәрбиелеңіз деп мен сіздерге дайын рецепт айта алмаймын. Бірақ тәрбиенің жаңа айтып кеткен біздің ата бабамыздан қалған дәстүрлі қағидаларын, ғылымдағы айтылып жатырған қағидаларды, өмір мектебі бізге алға тартып, себебі қазір трансформациялық тұрғыдан қоғамның қарқынды өзгеріске ұшырап жатқан уақыты ғой. Осы кезеңдердегі болып жатырған өзгерістерді ата-аналар көзі ашық, көкірегі ояу, қазір ата-аналардың барлығы да білімді, бірақ педагогикалық, психологиялық тұрғыдан әлсіздік бар ата-аналарда. Өйткені бала табиғатын тану мәселесі. Біздің әйелдеріміз қазір бизнесті, ақша табуды қалай үдетуге болады, сондай тренингтерге болады. Ал баланы қалай тәрбиелейміз? Балаға мен қандай көмек бере аламын деп тренингке баратын ата-аналар өте аз. Сондықтан жаңағы біздің үштік одақтың жұмысында мектеп, бала, ата-ана арасындағы жұмыста мектеп бұл тұрғыда көмекші болу керек. Жетекші позицияны ұстану керек. Өйткені ата-аналардың педагогикалық, психологиялық тұрғыдан сауаттандыруда, оларға ақыл кеңестер беруде, тәрбиеде, қосымша іскерліктерді, дағдыларды қалыптастыруға, жаңа айтып отырған тек қана атрибутикалық тұрғыдан ұлттық құндылығымыз деп тек қана салт дәстүрлерді көрсету емес, мынау санамызға сіңетін, саналы ұрпақты қалыптастыру жолындағы тәрбиенің талаптарын орындайтын, қасиеттерді бала бойына сіңіретін дүниелерді ұстаздар қауымы ата-аналарға қосымша беру керек. Қазір оқулықтарымыз біраз мазмұндық тұрғыдан өзгерді, жақсы жаңартылды. Егемендігімізді алғанымызға осы 30 жылдан астам уақыттың ішінде мысалға тәрбие бағдарламаларда биыл осы жаңа оқу жылында міндеттелген барлық білім беру жүйелеріне адал азамат идеясын қалыптастыруға бағытталған тәрбие бағдарламасы қабылданды. Осы бағдарламаның аясы жалпы адамзаттық қана емес, ұлттық құндылықтар негізінде ұрпақ тәрбиесінде отбасымен сабақтаса отырып жүргізілетін мәселелерді алға тартады. Ішкі мазмұнына үңіліп қарайтын болсақ. Сондықтан шындығында да балалардың алдында тұсау кесуді, беташарды көрсетіп жатпай, мысалға, оның орындалатын өзінің бір үйлесімді жаңағы педагогикалық процестен орын алатын тұстары жоққа шығаруға болмайды. Бірақ дегенмен жаңағы ұлттық құндылық деп нені түсінеміз дегенде тек қана заттық формадағы дүниені емес, мынау философтардың айтуы бойынша, әлеуметтанушы ғалымдардың, біздің педагогтардың айтуы бойынша ұлттық құндылық дегеніміз бұл белгілі бір адамдар тобында, этникалық топ тұрғысынан алып қарағанда ұлттың ішінде, ол отбасында да болуы мүмкін, яғни бағалы деп саналатын адами қасиеттер де құндылыққа жатады. Сондықтан ол қасиеттер өмірді бағалау, өзіңнің денсаулығыңды бағалау, мысалға күнделікті адамға өмір бір-ақ рет беріледі дейміз. Қазір суицид. Неге біздің жастарымыз суицидке барады деп ересек адамдарға шейін өмірдің қиындығына төтеп бере алмай жатады, кішкентай бір сөзді көтере алмай жатады. Ал оғыны намысын қайрап, ар, намыс, ұят деген түсініктерді балаға сіңіретін ол ата-ана ғой бірінші. Мысалға әкеге қарап өсет десек, әкенің өмірінің айнасы ол ұлы. Сол секілді қыз баланың мынау өмірі ол ананың өмірінің айнасы, келбетін қайталайды. Шындығында да кейде көріп отырып өзіміздің де отбасымызда анамыз ғой. Қарап отырсақ, кейбір қылықтарымызды байқап қаламыз баламыздың бойынан. Сол сәттерде ойпырмай, мына жерде мен бір осалдылық танытып алдым ба деп ойланып қалам да, қызыма да ұлыма да айтам, біздің бойымыздағы кемшілікті сіздер алмаңдар. Жаңағы біздің бойымыздан бір кемшілік көрдіңіз ба? Мені көрдік па? Мен түзелуге тырысайын, сіздер де түзелуге тырысыңдар деген секілді әңгіме, қарым-қатынас мықты болу керек. Мынау баланың кіндігін анадан бөлгенде жаңағы баланың әлемін мүлдем ажыратып тастамайды ғой ананың жүрегінен. Ана байғұс
енді әкелер де бізше деп айтатын шығар, әке де ана да баласы үшін жүрегі сыздап тұрады. Мысалға бір анадан сұраған екен, 5 балаңның қайсысын жақсы көресің дегенде, соның бір екеуін айтайық. Мысалға бір балам ауырып қалса, сол жазылып кеткенге дейін жақсы көрем. Екінші балам түзге жол жүріп кетсе, үйіне аман есен оралғанға шейін жақсы көрем депті. Яғни ананың жүрегі де, әкенің жалпы қажыр қайраты да осы бала тәрбиесіне жету керек. Некелік отбасылық өмір ол тек қана махаббаттан ғана тұрмайды. Екі адамның арасындағы, әйел мен ердің сыйластығынан тұрады, қоғам алдындағы жауапкершілігінен тұрады, және тек алдындағы, ата бабасының алдындағы жауапкершілігінен тұру керек. Ажырасып кету оңай, үйлену оңай, үй болу қиын деп жатамыз. Қазір өкінішке орай Қазақстан осы ажырасудан, және біздің өңіріміз Ақтөбе өңірі, енді жас отбасылардың арасында да, тіпті жастар 40-тан асқан азаматтар мен азаматшалардың арасындағы некелік одақтың бұзылуының өте статистика тұрғысынан жоғары екендігін көрсетіп отыр. Сол неден болып жатыр деп ойлайсыз? Неліктен соншалықты көп болып кетті? Бір сұрақтан екінші сұраққа кетіп қалып жатырмыз. Өйткені бір-бірімен байланысты бәрі. Бұл байланысты сұрақтар әрине. Енді тәрбие мәселесіне қайта оралармыз. Онда жаңа айтып жатырсыз ғой, неліктен деп. Бұл отбасылық некелік өмірге жалпы жастардың дайындығы қандай, жауапкершілік қандай, отбасын құруға деген жауапкершілік. Бұрын тіпті біздің қазақ дәстүрінде отбасылық өмірдің құруына бүкіл тек араласатын, тіпті ата-ана үлкен жауапкершілікпен қарайтын. Тектен текке болған жоқ қой бізде бел құда, бесік құда дейтін ұғымдар. Ата-аналар тіпті өзінің баласына жар таңдауға да үлкен мән берді. Ал қазіргі жастарға еркіндік беріліп жатыр, әрине ол жақсы, ол сезіммен, махаббатпен, үйлесіммен, онда бақытты, үлгі тұтарлық отбасылар өте көп. Мысалға біздің өңірімізден шыққан кешегі Димаштың ата-анасы, өзімнің замандастарым Света мен Қанаттың отбасы, олардың замандастарының қатарында көптеген отбасыларын үлгі етіп айта беруге болады. Ал өкінішке орай кейбір отбасыларда бала бола тұрып, бүкіл жағдай бола тұрып, ажырасулар көп. Енді осы трендтегі тақырыптардың бірі екінші әйел алу деп айтып жатыр ғой. Мысалға шындығында да жауапкершілік қайда? Бұл біз қазір күліп айтып отырамыз, бірақ бұл жүректі сыздататын тақырып. 5-6 баланы тастап, өзге жерден, өзге ұядан жылулық табам деп адам қашан бақытты болады? Еш уақытта бақытты бола алмайтын секілді. Мүмкін ерге жар табылар, әйелге тұрмыс құратын ер азамат табылар. Бірақ баланың туған ата-анасынан, туған әкенің беретін мектебімен, туған ананың беретін мектебін ешбір мектеп ішіне бір керемет құралға толып тұрсын, заманауи ауыстыра алмайды. Әкенің мейірімі, махаббаты. Біздің қазақ халқы жалпы тәрбие дәстүріне оралсақ, 3 қағидат ұстанған. Обал болады, жаман болады, ұят болады деп. Қазір ұят болатынын да сырып тастадық, обал болады деген дүниені тіпті күліп қарайды. Тіпті аяқтың астында нан жатады. Мынау қалада тұрып жатырмыз ғой, енді ауылдық жерлерде қазір қалай мынау атқот шығаратын мусоркілердің жанынан өтіп жатқанда көреміз. Көмеш нандар жатады. Бұл ысырап емес пе? Обал емес пе? Осыны біз балаға тәрбиелемейміз бе? Біздің әжелеріміз, Лаура, мысалға мен әженің тәрбиесін көрген қазақтың қызымын. Әжем 103 жастан асып дүниеден озды. Сол өзінің әлі келетін шақта, мысалға бізге үнемі тыйым салып отыратын. Тізеңді құшақтама, үйге жүгіріп кірме қызым деп. Сонымен бірге даусыңды қатты шығарып күлме, ұят болады. Ана жақта әкең келе жатыр, аяғыңды көтерме деген секілді. Сонымен бірге мынау нанды тураймыз ғой, қарапайым. Сол нанды кескенімізде мына құйқымды жеп қой, бай боласың дейді. Күлеміз, мама қашан байимыз деп, жеп. Қазір қарап отырсақ, шынымен де баймыз, Құдайға шүкір, денсаулығымыз бар, отбасымыз аман болсын, көрінген ұрпағымыз бар. Оның бәріне шүкіршілік айтамыз. Мысалға, оның өзі байлық емес пе? Байлықты тек қана материалдық дүниеден ғана тауып баймыз.
күнделікті таңертең ұйқыдан тұрып 12 мүшең сау болып жұмысың бар, одан артық қандай байлық керек деп ойлаймын. Сол кезде оның барлығын тек ақшамен есептедік қой. Тек қана материалдық дүниемен есептейміз, бірақ баланың санасына құя берсең, ол сенің де мәңгілік жүрегіңе ұялайды екен. Айта адамды сөзге шешен қылуға болады. Мысалға, ертегілерді оқу, кітап оқымайды қазіргі жастар дейміз. Ал бала ата-ананың өмірінің айнасы болса, онда ата-ана бірінші кітап оқу керек баланың көзінше. Егер де анасы ыдыс жуып тұрып та уақыт тауып қызымен, ұлымен сөйлесетін уақыт тапса, әкесі жұмыстан кейін келіп кешкі ас дейміз, отбасының бүкіл жиналатын уақытта сол кездерде салиқалы сөздерін айтып, ұрпағының бүгінгі күннің қалай өткендігін, өзінің қалай күн өткендігін, отбасылық жоспарларын айтып, қызықты болашаққа құратын жоспарларын айтып, баланы өмірге мотивация беріп, бір жылылықты ұялатып отырса, әке мен ана, бала еш уақытта отбасына ешқайда кетпейді. Анаға деген мейірім мен әкеге деген мейірімі бар ұрпақ сыртқа шыққанда да сол мейірімді көрсетеді өзгеге. Ол жаңағы басқа баланың сыныптағы әрекетіне жаңағы сын көзбен қарайтын болады. Жаңағы бұл тек қана жеке шекара дейміз ғой. Сонда жеке шекарасына өтіп кеткенде дөрекілікпен емес, сыпайылықпен жауап беруге, мәдениетті болуға, ұстамды болуға тәрбиеленеді деп айтар едім. Сондықтан мен енді қазір көрермендер тыңдап отырғанда ойлап қалуы мүмкін, неге ұлттық дей береді осы, бәрі біздің тек қана қазақта ғана керемет па деуі мүмкін. Мен этнопедагог маман ретінде де қазақ халқының дәстүрлі педагогикалық ғасырлар сырынан өткен тәрбие мәдениетін, педагогикалық мәдениетін зерделеген тұлға ретінде де айта аламын. Мынау біздің қазіргі өміріміздегі көптеген олқылықтардың жаңағы орын алуына да бірден бір себеп біздің дәстүрлі тәрбие жүйесінің бұзылуы. Мен бұрын ойлайтын едім, жас кезімде осы жаңа сіз айттыңыз ғой, тектіден текті қыз алып, текті жермен құдаласу деген қазақтың бір жазылмаған дәстүрлерінің бірі еді. Мен сол кезде ойлайтын едім, бұл жастарға жасаған бір опасыздық деп. Мен қазір керісінше түсініп жатырмын. Сен қанша жерден бір жақсы, қазіргі заманның тілімен айтқанда материалдық тұрғыда жақсы қызметі бар, жақсы ақша табатын деген сияқты жар жолығуы мүмкін. Немесе әкесі әйел адам, немесе ер адам. Бірақ екеуінің жаңа тұжырым түсінігі, білімі бәрібір бала тәрбиесіне келгенде көрініп қалып жатады екен. Кейбір соншама керемет оқыған қыздар болады, бір оқымаған, бір сауатсыз, өкінішке орай надан, терең, тайыз ойлайтын жігітпен отбасын құрған кезде бәрібір ана жігіттің тегі оның іс-әрекетінен көрініп тұрады. Ол іс-әрекетті кім қайталайды? Бала. Осы кезден барып мен түсіндім, міне, неге текті жерден ал деп айтады, неге тектілікті іздейді сөйтсен, ол бәрібір жаңағы тек қана ол әкесінде емес, ол ұрпақтан ұрпаққа беріледі екен ғой, ол қасиет деген сияқты. Жаңа айтып жатырсыз, үлкенді сыйлау, обал болады, ұят болады. Біз қазір қайтеміз, ұялма. Ұялып тұрған баланың ана бойындағы Алла берген керемет қасиетті ұялмаған әнші болады деген сияқты. Әйтеуір ұялмасаң бірдеңеден шығасың, бірден қазіргі заманда жалмауыз болу керек, қазіргі заманда ұялмау керек, қазіргі заманда үйту керек деп біз балаларды заманға сай тәрбиелейміз де өзіміздің ұлттық құндылықтарымыздың барлығын жоғалтып жатқан сияқтымыз. Сосын жаңа айттыңыз ғой, обалды білмейді деп. Меніңше кейбір кезде ойлаймын, Гүлшат ханым, баланы бәлкім жоқшылықпен бір нәрселерді алып бермеу арқылы тәрбиелеудің өзі дұрыс па деген сияқты. Өзімнің кейбір нелерімнен қараймын ғой, іс-әрекеттерімнен. Біз ауылдық жерде тұрдық. Суды өзіміз таситын едік. Суды қалай қазір біз қадірлейміз? Біз краннан артық суды ағызбаймыз. Ыдыс жуып тұрғанның өзінде де басып қоямыз. Балалар шырылдатып тұрып қазір сумен ойнайды. Ойбай, жаны шығып кетеді. Түсіндіре алмайсың балаларға. Судың да сұрауы бар деген. Өйткені олар оны тасып әкеліп көрген жоқ. Соны түсінгеннен бастап мен балама суды тастатын болдым. Кәдімгі фильтрдің суын алады, балам алды да, бірақ тасиды. Мейлі ер бала ғой, қанаты қатайсын деген сияқты. Свет жарық жиі сөнетін. Біз майшамның көмегімен отырып, сабақ та оқыдық, аналарымыз істедік. Міндетті түрде оқып баратын еді. Ал біз қазір электр жарығымыз қаншалықты үнемді қолданып жатырмыз. Тағы да мәселе. Бұл жерде не шығады? Обал болады. Бізде ысырап өте көп.
өте көп ысырап дейтін тек қана бұл тамақ тұрғысында емес, осыдан не шығады? Баланың еш материалдық нәрсенің- дүниеде де ысырап көп. Біз бәсекелестік, жаңағы бір-бірімізден қалмай киім Озып кию. Бұрын аналарымызда бір-екі үш қана көйлегі болатын еді ғой, мысалға. Бір-екі үш қана Құндылықтарды костюмі өте болатын орнын еді. алмастырып алды. Иә. Біздерде қазір тіпті әрбір той сайын көйлек алу, ата-аналар енді материалдық бюджетті есептей білу керек. Ата-ана бұл жерде педагогикалық, психологиялық тұрғыдан сауатты болумен бірге, экономикалық тұрғыдан да, құқықтық тұрғыдан да сауатты болу керек. Енді отбасылық мәселе, ұрпақ тәрбиесі мәселесі сан қырлы болғандықтан, оның осындай проблемаларын қарастыруда мемлекеттік тұрғыдан кешенді түрде қарау керек. Концептуалдық тұрғыдан алып қарағанда, мынау қазір менің есіме Қорқыт бабаның мына сөзі оралып отыр. Анадан тағылым алмаған қыз жаман дейді, да? Әкеден тағылым алмаған ұл жаман. Ондай бала адам басын құрап, өз үйінен дәм татыруға жарамас дейді. Неше ғасыр бұрын айтылды бұл? Тіпті қазақ дейтін біздің ұлттық этникалық тұрғыдан келбетіміз қалыптаспай тұрған сонау көне түркілер мәдениетінің бастауында негізінде жатқан Қорқыт бабаның айтып кеткен сөзі сан ғасырлар бұрын. Ал қазір біздің халқымыздың санасында бұл өзінің орнын күні бүгінге дейін жоғалтқан жоқ. Қонақжайлық, сыйластық, туысқандық қарым-қатынас деген секілді қағидаттар. Мысалға, жаңа өзіңіз айтып отырсыз, обал болады деген дүниені түсінбейді деп. Өйткені біздің өміріміз керемет, бірақ шегі болу керек. Бірақ шегі болу керек. Жаңа сіз айтып жатырсыз, қазақ айтқан, бірақ қызыңды өзге үйге қондырма, ұлыңды өзге үйден тойдырма деген екен. Сондықтан тәрбиенің шекарасында біздер өте сақ болуымыз керек деген сөз ғой. Мысалға, ұлың өссе, ұлы жақсымен ауылдас бол, қызың өссе, қызы қылықтымен ауылдас бол дейді. Бұл жерде қыз баланың да, ұл баланың да тәрбиесінде жаңағы біздің отбасы өміріндегі алып жатырған үлгі-өнегемен бірге сырттан алатын үлгі-өнегенің де, яғни баланың өмірі бақылауда болу керек ата-ана тарапынан. Баланың бос уақытын дұрыс тиімді ұйымдастыра алу керек ата-ана. Мысалға, жекеменшік мектепке сонша 100 мыңдаған, миллиондаған ақша төлеп отырған ата-аналар бар. Иә, бұл жекеменшік мектептердің құқығына қарсы шығу емес, саясатына, бірақ дегенмен ата-ана ойлау керек. Ысырапты, сол баланың өзіне анадан артық мектеп жоқ. Мен айтар едім, әсіресе бастауыш кезеңде анасы мен әкесі балаға өте жақын болу керек. Иә, одан кейін мынау қазақтың тағы бір қағидатына оралайықшы, Лаура. Балаңды 5 жасқа дейін патшадай көт, 5 жастан 15 жасқа дейін құлыңдай жұмса дейді. 15 жастан асқан соң досыңдай сырлас дейді. Яғни біздің қазақта психология дейтін ғылым болған жоқ, педагогика дейтін ғылым болған жоқ, бірақ осындай тұжырымдарды ғасырлық тәрбиенің, яғни өзектен шыққан, өзінің көзімен көргеннен кейін, қолымен ұстағаннан кейінгі тәрбиеден тұжырым алып отыр. Бұл дәлелденген эксперименттік нәтиже емес пе? Қазір педагогтар біздер эксперимент жүргіземіз, 3 жыл осындай нәтиже берді, 100%-ға дейін өсірдік деп жоба айтамыз. Ал мынау ғасырлық тәжірибенің жемісін біз неге бүгінгі күнге пайдаланбасқа? Одан сақтанып қорқудың қажеті жоқ. Одан балам қалып қояды деп қорықпаңыз. Қайта сіз болашағыңызды керемет мықты баланың қолына кепілдікке бересіз. Егер де баланың жүрегінде мейірім болса, обалды, жаңа қасиетті, қадір қасиеттің бәрін ұғынған бала, ол болашақта анасын, әкесін ешқайғыға, жамандыққа тастамайды, өзгеге озбырлық көрсетпейді. Қазір қыздарымызға шейін тепкілеп бір-біріне әрекет жасап жатыр. Қай қазақтың қызы? Қазақтың қызы ерлердің қол жетпеген жерде найзаны қолына алып атқа қонған, ел қорғаған. Елдің арасында ол біздің қазақтың аңыз әңгімелерінің өзіндегі керемет ақылды дана әйелдер образдары, сүйікті жары болған батырлардың жаңағы әйелдерінің образдары арқылы жеткен жоқ па? Бұл жерде жаңа оқыған, оқымаған деп бөле алмаймыз. Қазір қарап отырсақ, біздің
Қазақстан Республикасының Конституциясы да, Қазақстан Республикасының білім туралы заңында да кез келген азамат былай қарағанда ақысыз білім алуға құқылы. Иә, мысалға мектептің тәрбиесінің өзінен ақ адамның тегіндегі қалыптасқан тектілікті қалыптастыру қағидатын біз тек бұзбауымыз керекпіз. Өйткені ол жоғары білімді болмай ақ қойсын, мысалға әйел адам болсын, ер адам болсын, бірақ шаруаның адамы, жүрегінде әке мен ананың тәрбиесінің, ата мен әженің тәрбиесінің мектебін көрген ауыл ақсақалдарының қадір қасиетін, ауыл аналарының бейнесін көріп өскен ұрпақ жаман болмайды деп айта аламын. Өйткені тектілік жаңағы мына негізі жаманға әлбітсе надандығына тартпай қоймайды деген бөлтірік шешеннің сөздері бар, керемет жаңағы айтқанда. Я, тектілік ол қан қуат. Біздің қазақ неге жеті атаға дейін қыз алыспау дәстүрін күні бүгінге дейін сақтап келе жатыр. Ол генетикалық тұрғыдан тек денсаулықты ойлағаннан емес, ол жаңағы сананың тазалығын. Я, баланың болашақ дүниеге келетін, өмірге келетін ұрпақтың денсаулығының мықты болуы, мынау сана тазалығы дейміз ғой, сана биіктігіндегі қалыптасатын тұлғаның мықты болуының, жүрегінде оты бар ұрпақтың дүниеге келуін қадағалаған ата бабамыздың ешқандай жерде жазылмаса да бізге әкенің тәрбиесімен берілген ол тәрбиенің заңдылығы. Біз соңғы кезде осыны тектілік мәселесін бұзып жібердік. Қай тұрғыда? Ажырасу көп, Лаура, қазір. Отбасындағы ажырасулардың салдарынан өзінің тегін білмей өсіп жатқан қаншама ұрпақ бар десеңші. Ал бұл ертең өзінің тегін білмей өскен ұрпақ, екі әйел мен ердің арасындағы қақтығыс, ол ұрпақтың болашағына залалын келтіріп жатқан кейбір аналарымыз, әкелеріміз түсінбейді. Бірақ қазір жастарымызда бар саналы, мынау Инстаграм желісін қарап отырғанда кейде көресің, өзіңнің ұяңнан артық нәрсе жоқ, өзіңнің ұрпағыңа орал деп жақсы тағылымдық адасып жүрген азаматтарға жақсы сөз айтып жатырған жастарымыз да бар. Жастардың бәріне бірдей осал деп айтуға болмайды. Ата-ананың да бәрі бірдей осал деп. Бірақ өкінішке орай қазақ қоғамында осындай белең алып жатырған келеңсіз жайттар бізді ойландыру керек. Жаңағы мемлекет басшысының өзі қолдап отыр ғой. Қазіргі таңда мынау әйел адамның теңдігі дейміз, жалпы қазақ қоғамында да әйелдің теңдігі бұзылған жоқ. Мынау Орта Азия мемлекеттерімен салыстырып қарағанда қазақтар еш уақытта әйелдің бетін тұмашалап, бетіне перде кигізген жоқ. Қазақ қызы, қазақ әйелі өзінің қоғамдағы статусын әр тарихи кезеңде ала білді. Бірақ кейбір әлсіздік тұстарының салдарынан кейбір жаңағы енді біреулер айтуы мүмкін, біз ұят болады деп әйел адамдарды, нәзік жандыларды қорлыққа салып қойып жатқан жоқпыз ба, жаңағы күйеуінің туысқандарының тарапынан көрсетіп жатырылған зорлық зомбылыққа шыдап отырады кейбір әйелдер деп. Жоқ, көкірегі ояу, көзі ашық, құқықтық мәдениеті дамыған тұлға. Қазір мектептің өзінде де құқық негіздері оқылмай ма? Көзі ашық, көкірегі ояу әйел аналар еш уақытта мінезін қалыптастыру қыз баланың, егерде ана мектебінен өтіп, жаңағы әке мектебінен өткен бала әрдайым өзін қорғануға да, өзін қорғай алатын да болып, жан-жақты болып, қайсар мінезді болып та өсуін. Қайсар мінезді дегенде төбелеске дайын тұру, дөрекілік таныту емес, оның да шегін сақтай алып, мәдениеттілікке, жаңағы өзінің жаңағы шекарасынан өтіп кетіп жатқан адамға өзіне ұнамайтын нәрсені де қалай жеткізу керек екендігін, оңтайлы әдіс амалдарды пайдалану білу керек. Қазір қоғамда бәрі адамдардың ағайын туысы бар, Құдайға шүкір. Енді балалар үйінде тәрбиеленген қыздар мен жігіттердің де құқықтарын қорғауда арнайы үлкен ұлттық деңгейдегі комиссиялар жұмыс істеп жатыр. Республика деңгейінде, ауыл аймақтық деңгейде, өңір деңгейінде де атқарылып жатырған істер жеткілікті. Сондықтан еш нәрседен қорықпай, жаңағы өзінің ата-баба дәстүрлі отбасылық тәрбиесінің негізін бойына сіңірген ұрпақ
мынау зайырлы қоғамда да өзінің гендерлік тұрғыдан да позициясын қорғай алатын ұрпақ ретінде тәрбиеленуге мүмкіндіктер бар деп білем. Өйткені мектепте, жоғары оқу орындары, колледждер тарапынан да бұл бағытта атқарылып жатқан істер жоқ емес. Арнайы пәндер де бар, арнайы мамандардың шақыртылуымен кездесулер, тақырыптық тренингтер өткізіліп жатырады. Мысалға біздің Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің өзінде адам дамуына психологиялық көмек орталығы жұмыс істейді. Оған мұғалімдер, профессорлық оқытушылық құрамында, сонымен бірге біздің білім алушы студенттеріміз, білім алушылар барлық деңгейдегі өздерінің осы орталық мамандары мен психолог мамандардың кеңесіне жүгіне алады кез келген уақытта. Сондықтан біздер мынау жалпы адамзат өміріне тән, ұлттық болмысымызға тән құндылықтарымызды бүгінгі отбасынан бастап мектеп, мемлекет деңгейінде бірлесе отырып ұрпақтың бойына сіңіруіміз керекпіз. Бар мүмкіндіктер. Оған біздің зердеміз де, танымымыз да, талғамымыз да жетеді деп ойлаймын. Бірақ осы бағыттағы кейбір жұмыстарды жандандыру да керек. Мысалға, мектептердің тарапынан тек қана ата-аналар жиналысы емес, жаңағы неге біз мектеп шай беріп, жаңағы тәтті дәмді қойып, ата-ананы шақыру керек? Жоқ, жаңағы мектепке ол ресми түрде ата-ана мысалға жауаптымын, мен баламның тағдырына жауаптымын, мен баламды тәрбиелеуім үшін не істеуім керекпін, менің баламның бойында мынандай өзгерістер белең алып жатыр деген секілді сұрақпен келу керек, жауап іздеп келу керек. Өзара сен маған не айтасың деп емес, сен неге менің көпшіліктің көзінше менің баламның кемшілігін айтасың, я болмаса менің балам сондай, ертең өсе бара қояды, бұл мінезі, ақылын тоқтатқасын өзі дұрысталады, я болмаса сіздің мектептің психологы не істеп отыр, осыны дұрыстамай деген секілді пікірлерді айтатын ата-аналар арагідік болса да бар, оны жасыруға болмайды. Міне осы тұстарда ата-аналарымыз қазіргі жастарды отбасылық өмірге тәрбиелеу мәселесі күн тәртібінде тұр деп мен өзім ойлаймын. Бұл бағытта енді барлық әлеуметтік институттар өзінің күшін біріктіру керек. Әр әлеуметтік институт, мейлі ол білім беру мекемесі болсын, қоғамдық ұйым, мешіттер бар қазіргіде. Себебі некеге тұрған қазіргі жастардың өзі некесін қидыруға мешітке барады. Сол жерден әдемі қағидаттарды, ислам мәдениетіндегі неке туыстық қатынас туралы, әйел мен ердің арасындағы сыйластық туралы, әйелдің ер азаматқа беріліп отырған тағдырындағы аманат екендігін жақсы етіп, сіңіріп, әдемі қылып айтып жіберетін мүмкіндіктердің бәрі жасалу керек. Тіпті кейде мынау Ақтөбеде қоғамдық транспортқа мінеміз ғой енді, көліктерге. Сонда Бауыржан Момыншұлының керемет алаш зиялыларының сөздерін көргенде сондай көңілім толып қалады. Осындай сөздер шіркін көбірек жазылса дейміз. Неге біздерде жарнамалар, баннерлер бар, сол жерлерге әдемі сөздерді, ұлылардан қалған ұлағатты ойларды неге жазбасқа? Қазір ағаш бөлімдері бар ғой, мысалға Лаура. Сол ағаш бөлімдеріне алғаш енді мынау отбасылық өмірге қадам басқан жастар өтініш жазуға келгенде сол жерлерден де сабақ беріліп жатса, нұр үстіне нұр болар еді. Оған ерікті түрде барады, әрине. Саналы жастар болса, қызығушылық тудырып та барады. Өйткені отбасын құру үлкен жауапкершілік екендігін ата-анадан сезінген ұрпақ, ол қоғамдық тұрғыда да ұсынылып жатырған ұсыныстардан бас тартпайды ғой деп ойлаймын. Өте әдемі айта кеттіңіз. Мысалы айтады ғой, жалпы сұраныс ұсынысты тудырады деп. Қазір ақша табуға, дамуға деген сұраныс көп. Оған біз ұсынысымызды беріп жатырмыз, неше түрлі курстар ашып, неше түрлі тренингтер. Енді бізде дабыл қағатын уақыт келген сияқты, ажырасу көп, демек осыған байланысты бізде ұсыныс берейік. Курстар жасайық, алдын ала отбасын құратын адамдарға арналған мастер-класстар, семинарлар неге жасалмайды? Меніңше жасалу керек сияқты, осыны қолға алатын сәт келген сияқты. Отбасы өмірінің этикасы дейтін бұрын сабақ жүретін. Қазір сол сабақтар жоғалып кетті. Болды. Сіздердің уақыттарыңызда ма? Сол кездерде мысалы отбасылық құндылықтар, жалпы енді отбасы дейтін ұғым жалпы адамзатқа тән құндылық қой, отбасы ұғымы. Олай болатын болса, соның мазмұнына біз ұлттық құндылықтарды да кіргізе отырып, өзіміздің Қазақстан Республикасының өзіндік ұлттық менін, ұлттық кодын қалыптастыратын дүниелер. Жаңа біз тектілік дедік қой. Тектіліктің өзі ең басты
ұлттық кодтың нағыз алтын кілті осы тектілік деп айтар едім. Демек бұрын бізде сабақ болды ғой, біздің ата-аналарымыз жаңа жарды таңдау арқылы, оларға әңгіме айту арқылы этика семейной жизни деген сабақ болды. Ал қазір жоқ енді қой. осындай бағыттарда факультативтер ұйымдастыру, енді бұл дейтін жас ерекшелігін де ескеру керек қой. Біз бастауыштың баласына отбасы өмірін үйрете алмаймыз. Қарапайым әңгімелер арқылы, күнделікті сабақтарда бастауыштың сынып оқушыларына үйретіп жатсақ, орта сыныптарға жасөспірімдік кезеңде, жас жеткіншектік кезеңдегі бала психологиясындағы болатын өзгерістерді ескере отырып, мынау баланың әлеуметтенуінің қарқынды жүретін колледждерде, жоғарғы оқу орындарында баланы отбасылық өмірге даярлайтын, әсіресе қыз балалардың жаңағы ысыраптан сақтану, болашақта әйел, ана өміріне даярлығын тек қана оны педагог тілімен жеткізу емес, түрлі сала мамандарын қатыстыра отырып, мысалға кіріктірілген жақсы әдемі курстар ұйымдастырса, үйлесімді, бір жерде үйірме түрінде болсын, бір жерде факультативтік, жаңағы элективтік курстар ретінде болсын, ыңғайын таба отырып, үйлесімді атқарылған істердің берекесі болады ғой деп ойлаймын. Өйткені жаңағы жастарға міне отбасын құру, жаңағы қыздың керемет бай жүгін беріп нету, балаға үй алып беруден тұрмайды. Ал сол әдемі дүние мүлікке толған дүниенің ішінде рухани сабақтастықты құрып беруге де біз қоғам болып атсалысуымыз керекпіз деп айтар едім. Міне осы тұста әрине барлық біздің білім беру жүйелері күш салу керек. Қоғамдық ұйымдар, мемлекет басшысының өзі алға тартып отырғасын, мына өңірлердің басшылары, мынау аудан, ауыл шеңберінде ақсақалдар кеңесі бар. Неге ақсақалдардың кеңесіне жүгінбеске? Сол дәстүр бір кездерді ерекше айтылды да, қазір кішкене бәсеңсіп қалған секілді. Аналар мектебі, қазір кейбір жақсы озық аудандары бар. Осындай аналар кеңесінің жұмысымен әдемі дүниелерді жасап жатырған. Бірақ солардың ішінде мынау жастарды қатыстыру, жастарға үлгі өнеге көрсету. Тіпті кейбір қыздарымыз отбасылық өмірге дайындықсыз еш нәрсеге икемі болмай келеді. Ал отбасы өмірі деген сөз, ол тек қана бір-біріне қарап отыратын махаббат емес қой. Көпшілік тәжірибелі мынау отбасылық өмірде 40 жыл, 50 жыл бұрын бірге болған аға апаларымызды тыңдасақ, ол екі адамның бір-біріне қарау емес, бір бақытқа қарауы деп түсіндіреді. Шындығында да, бірлесе отырып, алдыға қойған мақсатқа қол ұстасып бірге жету. Қазір қоғам шүкір, жағдайымыз бар. Ер азаматтар әйелдеріне қарасып қолдау жасауы. Әйел азаматтарда қарап отырған жоқ. Қазір белсенді қоғам өмірінде тек қана ерім табыс тапсын деп отырған жоқ. Ерінен артық табыс әкелетін әйелдер бар. Ал осындай әйелдеріне қамқорлық жасап, мейірімін көрсетіп, бала шағасының ұйытқысына айналып жатса, әйтпесе кейбір ер азаматтарымыз қазақ азаматына тән емес мына дүние деп кейбір нәрседен ши шығарып жатады. Бұл жерде отбасының өмірі үйлесімділік пен түсіністікке құрылғанда ғана отбасында береке бірлік орнайды. Ал санасу болатын болса, мынау әйелдің атқаратын ісі, мынау қазір гендерлік саясат көрсетіп отқан жоқ па? Біздің әйелдердің тіпті көшбасшы партиялардың қатарында, мемлекеттік анау парламент депутаттарының қатарында қаншама әйелдер, нәзік жандылар мемлекеттік істерге де араласып отыр. Бизнесте де бүкіл әулетті алға сүйреп отырған қаншама батыр аналарымыз бар. Ондай үлгі тұтатын қазақ әйелдері өте көп. Бірақ өкінішке орай осалдылық танытып жатырған, бала тәрбиесіне немқұрайлы қарап, отбасындағы баланың кішкентай қиындығына қазір өршіп тұрған проблема, Лаура, мынау балалардың туа біткен түрлі сала ауруларының болуы, ақыл есінің кемдігі секілді толып жатырған диагнозбен балалар дүниеге келіп жатыр, өкінішке орай. Соның біздің қолымыздан келетін дүниелерді неге жасамасқа? Тіпті қарапайым тағы ұлттық құндылықтың бірі тіл дейміз ғой. Бізде осы тіл мәселесіне келгенде 30 жылдан астам қоғам жаңағы ұлттың ең басты тілін қадірлеу қағидасында талас пікір туғызады.
неге қазақша сөйлемейсің, неге орысша сөйледің деген секілді. Сен 30 жыл болды өзіңнің ана тілін білмеген адам, Міржақып Дулатов айтқан екен, өзінің ана тілін бойына сіңірмеген адамнан қоғамға пайдалы азамат келмейді деп. Неге? Олай болатын болса, ананың сүті мен ананың тілі, неге біз ананың тілі дейміз? Яғни тілдің қадір қасиетін сіңіретін ол тағы да отбасы ғой. Біздің шүлдірлеп кейбір ата-аналар өздері орысша сөйлейді де, баласын қазақ мектебіне береді. Баланың тілі қай тілде шықты, ол сол тілде ойлайды. Ал оның сабақ үлгерімі қиын болатындығын, баланың ертеңгі күні оқу мотивациясының жойылып кететіндігін, танымдық қызығушылығына кедергі келтіретіндігін түсінбейді. Жоқ, үйреніп кетеді ғой, апай сіз үйретіңіз шеш дейді. Ол бір ғана ұстаздың қолынан келетін дүние емес. Ол 6 жыл бойы өзінің тілінде сөйлемей келген баланы енді 1 жылдың ішінде сөйлетіп, жаздыртып, сауатты жасап шығару ол оңай дүние емес. Бұл жерде де ана мен әке мектебінің рөлі мықты болу керек. Бұл жерде айтады ғой, дәстүрлі тәрбиенің тірегі не? Атасы, әкесі тарих, анасы тіл, құралы дәстүр дейді. Міне осы үштік құрылым мықты болса, бізде отбасыларында, қазақ отбасыларынан мықты мызықты азаматтар. Қазір балаларымыз қаншама халықаралық жобалардың, спорттық, мәдени шаралардың жеңімпаздары болып жатыр. IQ деңгейлері өте жоғары балалар бар, Құдайға шүкір. Ал осалдықтатын жатқанымыз біздер жаңа тағам гигиенасын сақтау. Экологиялық мәселе бұл жерде біздің неше түрлі қазір дүкен сөрелерінде небір тағамдар толып жатыр, сусындар. Ал енді солардың зиянын көріп отырып, кейде ата-аналар өздері балаларға алып береді. Және өздері жүкті аналар соны қабылдайды. Болашақ әке бол дайындалып жүрген жігіттер арақ ішеді, темекі тартады, тағы басқа да химиялық дүниелерді, электронды темекілер тартады. Ал ол генін бұзып жатқанын түсінбейді. Ал баланың қанына, ол әкенің қаны арқылы. Мұны ана жатырында жатқанда уже дәні себілді ма, сондай бала дүниеге келеді. Ал бұны генетикалық тұрғыдан да өте сақ болуымыз керек дейміз. Жаңа тектілік мәселесінде кейбір балаларымыз тегін білмейді. Руын, қай рудың, қай елдің баласысың десе білмейтіндер бар. Осындай жобаны мен студенттер арасында жаздыртқанмын. Осыдан біраз уақыт бұрын сонда бір қыз бала келіп, сондай әдемі, сондай ақылды қыз бала: апай, сіздің тапсырмаңызды мен орындамай ақ қойсам бола ма? Сіз менен топтың алдында сұрамай ақ қойыңызшы деді. Неге деп едім? Мен өзімнің әкемнің тегін білмеймін. Өйткені мен анаммен тек қана нағашыларымның тәрбиесінде өстім. Анам айтпайды ол кісі туралы дейді. Бұл тақырып біздің отбасымызда жабық тақырып. Сіз бір кезде өзіңіз жақсы көрген, өзіңіз ғашық болған адамнан сәби сүйдіңіз дейді. Неге сіз ол баланың тегін білуге, баланың құқысы жоқ па? Біз тек деген мәселеге осы тұрғыдан да мұқият болуымыз керек сияқты. Бұл бір ұшы ғана айтып отырған әңгімеміздің. Әрине көп мәселе, өте көп, күрделі. Бұл тек қана осыдан туындап жатыр деп те айтуға болмайтын шығар. Түрлі факторлардың ықпалы, мынау әлеуметтік желілердің де зардабы туралы айтып жатыр. Трансформация. Біздің қазіргі қоғамдағы осы мәселенің мынандай подкасттардың шығуына түрткі болып отырған жағдай тәрбиедегі дағдарыс деп айтар едім. Бұл дағдарыстардың себептері қандай десек, ең бірінші орында тұрған ол отбасылық ажырасудың өте көптігі. Одан кейінгі біздің материалдық игіліктерді жасаудағы күшімізді сарпып, рухани байлығымызды жинақтауға күшіміздің жетпей қалып жатқандығы. Одан кейінгі гендерлік саясат, ұл бала, қыз бала тәрбиесі, ол мектептен бұрын отбасындағы басталып, мектептен кейін отбасылық өмірінде жүзеге асатын дүние ғой. Одан кейінгі мынау зорлық зомбылық мәселесі және цифрлық трансформация. Мынау Қазақстан қазір дамыған мемлекет, бүкіл мәдени тұрғыдан біздер жақсы жетістіктерге қолымыз жетіп жатыр, бірақ сандық трансформацияға ілесіп жатырмыз ба, қаншалықты деңгейде, оның медиа мәдениетіміз қоғамда қандай деген сұрақтардың жауабы әлі толық күн тәртібіне қойылып ашылған жоқ. Оның осал тұсы, әйел
ана, әке, ер азаматтардың қазір әкелер мектебін құрып жатырмыз, әкелер одағын құрып жатырмыз қоғамда да. Барлық әкеге де, барлық анаға да кінә артуға болмайды. Дегенмен де осы әке мен аналар баладан гөрі мына цифрлық қолдарындағы дүниеге жақынырақ емес па деген сұрақ та туындайды. Кейде өзімізден де байқап қаламыз, Лаура. Қазір қарап алайыншы деп жұмыс бабында отырмын ғой дейсің, қалай бір жарты сағат, бір сағат уақытың кетіп қалған аңғармай қаласың. Сондықтан бұл да психологиялық тұрғыдан өте адамдардың отбасылық өмірін қатаң өз ішінде бақылауға, біреудің отбасын біреу бақылай алмайды әрине. Әр адам саналы түрде өзі қарау керек. Отбасын құрып, отбасылық одақ құрылғаннан кейін бүкіл әулет болып оның нығаюына себебін тигізеді. Мемлекет те қолдау жасап жатыр, шүкір, қазір барлық жағдайлар жасалып жатыр. Бірақ десек те мына әрбір азамат дайын болып жауапкершілікті алып келу керек. Өте дұрыс айттыңыз. Бұл жерде ең бірінші бала тәрбиесінде де, жалпы қоғаммен араласуда да ең бірінші меніңше адамға керек негізгі қару жауапкершілік сияқты. Міндет, сезіну өзіңнің. Осы барлығын үлкен бір ауқымды етіп қарайтын болсақ, жауапкершілік болмаса, қалғанның барлығы. Тек өзімізді ойлайтын болсақ, мысалға әйел ретінде тек қана өзіңді ойла десек, ер азамат ретінде өзінің жақсы күйін ойлайтын болса, тек қана тыныштығын ойлайтын болса, онда бәріміз де отбасын тастап, өзіміздің жағдайымызды ойлап кете беруге болатын сияқты. Ондай болса, отбасын не үшін құрдың дейсіз ғой? Онда бұл адамзаттың азуы емес па? Күйреуі. Мен қазір дейтін мынау туыстық қарым-қатынастарда өте күрделі мәселелер тұр. Зорлық зомбылық мәселесінде балалардың өз туысқандарының зорлық зомбылық көруі, әйел аналардың, нәзік жандылардың өзінің ерінен зорлық зомбылық көруі, бұл дейтін барып тұрған қоғамның құлдырауы. Енді жаңа айттық қой сіздің тақырыптар. Негізі жалпы бала тәрбиесі, қоғаммен араласу дегенді бір сағатта отырып, міне мынау шешімі, мынау проблемасы деп айтып тастау қиын. Өйткені оны жан-жақты қарауымыз керек. Жаңа неге біз бірден бала тәрбиесі мен мектептің ара қатынасы дедік те, одан кейін үйленуге дайындық керек деп айтып кеттік. Өйткені сол отбасы үйленіп дайын болған кезде ғана ол отбасынан жақсы бала шығады, сапалы, саналы ұрпақ деген сияқты. Яғни бұл өте ауқымды тақырып. Бұны біз енді бір подкастпен жауып тастаймыз деп айта алмаймыз, бірақ әйтеуір бір адамға болмасын бір ойды біз тастап кетсек. Мына жерде жаңа өте әдемі ашқан сияқтымыз. Осы уақытқа дейін ұлттық тәрбиеміз керек деп келдік қой. Кейбіреуіміз түсінбеуіміз мүмкін. Не сол ұлттық тәрбие деген? Салт дәстүрді айтып, тілімізде сөйлеу ғана ма деп? Жоқ, жаңағы өзіңіз айтқан ұят болады, обал болады, үлкенді қадірлеу, ананы сыйлау, әкені абырой көру деген сияқты әр нәрсенің өз орны. Тіпті есімде жаңа сіз айтқан кезде ғана есіме түсіп отыр, әжелеріміз, ағаларымыз, тіпті інілеріміз кіріп келген кездің өзінде үйге кіріп кеткен орнынан тұрып дұрыстап отыр, жиналып отыр дейтін. Ал мен қазір байқаймын, 20-25-ке келген қыздардың көзі әкесі отыр ма, басқасы шалқайып, талтайып отыр, өте дөрекі, өте мәдениетсіз көрінетін құбылыстар. Бұның барлығы біздің сонау ұлттық құндылықтарымыздың негізінен ажырап бара жатқан біздің көрінісі сияқты ма деп ойлаймын. Еркін тәрбие қағидатын өз бетімен жіберу деп түсініп қалып жатыр. Мұхтар Шахановтың осы жерде әдемі бір сөзі бар ғой, батыстың цивилизациясын аламыз деп канализациясына түсіп кетпейік деп. Міне еркіндік деп жүріп біз қай жаққа келдік деген сияқты. Мен толық 100% келсем. Бұл Мұхтар Шахановтың бұл сөзі бізді ойландыру керек. Өте терең ойландыру керек. Азаматтарымыз да, азаматшаларымыз да ойлану керек бұл. Енді біз жаңа сізбен педагогика жөнінде, педагогикалық тұрғыдан көзқарасыңыз туралы айттық. Енді сіздің тағы бір жұмысыңыз бар ғой. Жаңағы Ақтөбе облыстық әйелдер істері және отбасы демографиялық саясаты жөніндегі комиссияда бұл мәселелер қалай қаралып жатыр, немесе қалай шешілу үстінде деген сұрақ қойсам болады ма? Қазір сұрағыңыз орынды, Лаура ханым. Бұл мәселеде жаңа айтып іргелі сөздерімізде де айттық қой, мемлекет деңгейінде мынау көш бастап отырған үлкен партия, Аманат партиясы осы мәселеге ең бірінші ден қойып, мынау әйелдер қанатын құрған болатын. Енді мемлекет басшысы осы тапсырманы берген күннен бастап, яғни прогрессивті дамыған елдерде мынау ең бір маңызды белгі бұл әйелдердің қоғамдағы беделінің
жоғары деңгейде болуы дейді. Бұл жаңағы бұрынғы дәстүрлі қоғамға қарсы тұрып тек қана әйелдерді дәріптеу емес, бірақ орынды жерде әйелдің де мынау теңдігін сақтау мәселесін, ерекше қамқорлыққа алу, әйел ана бала тағдырына қарау мәселесін осындай жоғары деңгейдегі президент жанындағы ұлттық комиссия бар. Мынау әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясатты жүргізетін сол комиссияның негізінде барлық өңірлерде де осындай комиссия құрылған болатын. Енді біз өзіміз өмір сүріп отырған қоғамдық ортадағы мынау Ақтөбе өңіріндегі облыс басшысының жанынан да дәл осы комиссия жұмыс істеп отыр. Әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясатты жүргізетін және мынау аналар кеңесі облыстық деңгейде, аудандық деңгейде, осы қала аудандарының өзінде де аналар кеңесі бар. Енді бұл гендерлік теңдік саясатын жүзеге асыру барысында біздің елімізде әйелдерге жасалып жатырған отбасындағы тәрбие ісін жүзеге асыруда қолдау жасалып жатырған жағдайлар өте көп. Комиссияның өзінің жұмысына қатысушылар комиссия құрамында түрлі саланың мамандары, заңгерлер, заң саласының баспасөз саласынан, мәдени сала, әлеуметтік саладағы, сондай-ақ өзім секілді педагогикалық саладағы мектеп ұстаздары секілді әріптестеріміз бірлесе отырып жұмыс істеп отырмыз. Енді бұл комиссияның жұмысының негізі бастауы мынау жаңағы Аманат партиясының әйелдер қанатының 2030 жылға дейін қабылданған арнайы отбасылық және гендерлік саясатқа қатысты жаңа тұжырымдамасы бар. Осы тұжырымдама енді маңызды құжат қой, концепция. Осы концепцияның негізінде біздің Ақтөбе өңірінде атқарылып жатырған істер өте көп. Оның көбі кейде көзге көрінбей жатады. Себебі бұл қоғамдық жұмыс қой. Оған ешбір мүше ақы алмайды. Бірақ осы өңіріміздегі болып жатырған келеңсіз жайттарға біздің қазіргі қоғамдағы әйелдердің рөлін арттыру, белсенділігін, жалпы мынау қабылданған жобаның тұжырымдаманың негізгі саясаты мынау әйелдердің саяси көшбасшылығын қалыптастыру. Қазіргі таңда біздің өңірімізде саяси тұрғыдан, әлеуметтік тұрғыдан көшбасшы әйелдер қауымы өте көп. Сонымен бірге әйелдердің зорлық, зомбылыққа қарсылық мәселесін көтереді. Отбасыларындағы, тіпті отбасыларын аралап, қандай да бір сигналдар келіп жатырса, сол сигналдар арқылы сол отбасына қандай көмек бере алуды облыс әкімдігімен бірлесе отырып атқаратын, шешілетін мәселелер өте көп. Сол секілді мынау баспасөз ақпарат құралдары арқылы ақпараттандыру қоғамды, кеңестер беру, осындай секілді түрлі подкасттарға шығу мәселесінде де бұл комиссия жұмысы, екі бірдей комиссия жұмысы, мектеппен байланыстылықта, мектеп оқушыларына дәрістер оқыту, ата-аналар жиналысына қатысу секілді түрлі шаралардың барлығына біздер белсенді түрде қатысып келе жатырмыз. Жаңа ерте жүктілік мәселесі қазір қоғамда да айтылып жатыр. Осыған қатысты да, сондай-ақ инклюзивті қоғамның дамуына жәрдемдесу, қолдау жасау осы тұжырымдаманың негізінде. Сондай-ақ мынау психологиялық қызметті орнату, психологиялық қолдау көрсететін институттарды құрып, соның жұмысын дамыту. Сондай-ақ тағы бір осы концепцияның 2020 жылға дейін қабылданған концепцияның бір бағыты ауыл әйелдеріне қолдау жасау. Ауыл әйелдерін бизнеске тартуда үлкен қолдаулар өте көп. Мысалға, несие беру, жаңағы аз пайыздық деңгейдегі. Сондай-ақ мынау әйелдердің, әсіресе мынау ғалым әйелдердің статусын көтеру мәселесі де осы концепцияның негізінде қолға алынып жүзеге асырылып жатыр. Дәлел ретінде біздің Ақтөбе өңірінің басшылығы бұл саясатты өте жақсы қолдап отырғандығын дәлел ретінде айта аламын. Мысалға, біздің облыстық мәслихаттың басшысы да әйел адам ғой. Сондай-ақ біздің Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің ректоры, өзіміздің өңіріміздің тумасы Лаура Чапайқызы, ғалым, өзіміздің осы университеттен тәлім тәрбие алған, осы өңірдің отбасынан тәрбиеленіп шыққан қарапайым өзіміздің замандасымыз, сіңліміз соңымыздан еріп келе жатқан деп айтсақ, артық айтқандық болмайтын шығар. Міне осындай тұлғалармен біз мақтанамыз. Енді әйелдерді белсенді қыл дегенде қолдарына көк ту беріп, тек қана алға деп шаба беру емес,
жалпы өмірлеріндегі үйлесімділікті, өзінің бойындағы бар потенциалын қоғам үшін, халқы үшін жұмсауға бар мүмкіндікті жасау, қолдау олардың. Осы бағыттарда керемет жұмыстар атқарылып жатыр біздің комиссия тарапынан деп айта аламын. Керемет. Ендеше тек қана осы комиссияның жұмысының нәтижесінде жақсы жобалар орындала берсін деген тілек айтамыз. Сіздің де келіп алтын уақытыңызды бөлгеніңізге үлкен рахмет. Шамалы ғана сөйлескен сияқты едік, уже 1 сағаттан артық уақыт өтіп кетіпті. Солай ма? Иә, үлкен рахмет. Енді жаңа ғана осы әңгіменің алдында айттық, біз бұл бір подкаст арқылы барлық мәселені шешіп тастай алмаймыз, бірақ сіздердің ойларыңызға ең болмаса бір дұрыс дүниені, дұрыс ойды сала білсек, біздің бүгінгі подкасттың жеткен жетістігі деп айта аламыз. Жалпы мен ылғи ойлаймын, өзімді салыстырам, өзімді емес, адамдарды. Адам кәдімгі табиғатпен үндес сияқты. Табиғатта өз орнымен болған нәрсенің барлығы дұрыс жүзеге асады ғой, тура сол сияқты халықта, адамда өзінің құндылығымен, тарихи, географиялық тұрып жатырған жерімен, салт дәстүрі арқылы ғана дамығанда дұрыс көрсеткіш көрсете алады, және ол ары қарай жақсы дұрыс деңгейде дамиды. Сондықтан ұлттық құндылықтарымыздан айнымай, әдемі өмір сүріп, керемет ұрпақ қалдырайық. Аман сау болыңыздар, келесі кездескенше қоштасамыз.